Көп рахмет. Армысыздар ардақты ағайын, жиылған үшін құрметті Нұржан мырза, бүгінгі шаңырақ көтеру тойларыңыз құтты болсын. Анаргүл ханым екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар, бар жақсылықты тілейін. Мен енді мағрұптегі мәжүріпке бұйырған дейді, бүгінгі тойға жайдан жай келген жоқпын. Мен әнші ретінде келген жоқпын. Мен ата-ана ретінде келіп тұрмын. Біздің Қамбар деген жігіттің ағайы, ұстазы Нұржан мырза. Сізге көп рахмет. Мен ойлаймын, сіз бір ерекше жансыз. Мен сізді сыртыңыздан көптен білемін Қамбар арқылы. Ал жақында енді жүзбе-жүз кездесіп танысып жатырмыз. Сіз бір ерекшелігіңіз, сіз армандаған арман өзімен өзі орындалатын сияқты. Сөйтсем, мен бәле жылдан бері маған бір Нұржан деген журналист звондайды. Ылғи звондайды, бірақ сәті түспейді, менен интервью алайын дейді. Бірақ мен анда ұшып бара жатырмын, мында ұшып бара жатырмын. Бір звондағаныңызға маған 6 жыл точно болды. Мен ұмытпасам, 7 жыл болды. Мен ол кезде Алматыда тұрамын. Содан бері сіз телефон шаласыз, менен интервью алғыңыз келеді. Бірақ бір сәті түскен жоқ ешқандай. Сөйтсе күндердің күнінде өзім Нұржанға баламды қалай бергенімді білмеймін. Бұл Нұржан екенін, ол интервью алайын деп жүрген журналист екенін де білмеймін. Құдай бір ұстаз деп жүрсем, маған Нұржан мырзаның телефонын берді. Сөйтіп звондап қалады, қарасам, менің телефонның ішінде Нұржан интервью деп шығып тұр ғой. Мен айтам, қалай мұны Нұржан интервью, Нұржан мырзадан сұрап береді деп. Сөйтсем, бәрі бір адам екен. Сіздің бойыңызда бірнеше өнер бар екенін байқадым. Әдебиетке жақынсыз. Сіз ағылшын тілінде үйреніп жүргенінде білдік. Барлығын жан-жақты дамып жүрген екеніңізді түсіндік. Мен қуаныштымын, бізді осылай тағдыр бала арқылы, тағдыр бізді ұстаз бен шәкірт арқылы, ата-ана арқылы жеткізгеніне маған бұл қатты жақынырақ. Жай пәлсапа өмірдің жай әншісі ретінде әйтеуір журналистерге өзімнің жылтырақ жағымды ғана көрсетіп, адами жағымның астын сызып мақтанғаннан гөрі сіз маған ең жанды жерімнен басып тұрған жансыз. Сондықтан мен сізге отбасыңызға бақыт тілеймін, шын жүрегіммен түсінігіңізге бас ием. Мен арасында өзіме не керек екен Нұржанға жазып жіберіп отырамын. Сіз оны орындап отырасыз. Мен сізді болғаны бүгін Нұржанды үшінші рет көріп тұрмын. Шынымен айтайын, жақында пирамидада көрдім. Мен Нұржан ағайымын ғой дегенде мен құлап түсе жаздадым. Мен ойлаған ғой, бір қарны шыққан, үлкен кісі. Нұржан ағай. Сөйтсем кәдімгідей жап-жас азамат. Мен ұлымның осындай еліктеуге болатын, еруге болатын азаматтардың арасында жүргеніне қуаныштымын. Сізге не тілеймін? Сіз ізденімпаз адам екеніңізді сездім. Өмір деген өзі сондай ізденімпаз адамның бағы жанатын кезде ойлаймын. Сіздің шабытыңыз шабыттай берсін. Біз бала шәкірт дейміз ғой, бірақ олар өзінің өміріне керегін сіздерден алады. Себебі менің мәңгі есімде өзімнің ұстаздарым. Қазір енді жаңа біздің Асаба мырза айтқан бәріңізді әрине билетем, бірақ қазіргі орындайтын әнім Анаргүл ханым мен Нұржан мырзаның өздеріне арналады. Барлығыңызды вальске шақырамыз. Аққу арман деген ән өздерің үшін. Бақытты болыңыздар. Алғаш көрген кезімде бұл кісі қаншалықты нәзік болса, соншалықты қайсар екендігін білем ғой. Сондықтан бұл кісі бір қарама-қайшы сезімдер тудырады адам бойында. Шахан ағамыз айтыпты, мынау ерлік даңқы қанат жайған ұлы заманда мүсіркеу сөз естуден өлім жеңіл мағанда деп. Дәл сол сөз осы кейде мен сіз айтқандай болып елестейді көз алдыма. Сондықтан сіздің мынау мен кішкентай ғана бір тойыма келіп өнер көрсетіп ізет білдіріп жатқаныңызға мың да бір рахмет. Аңсаудың жаралған шыңдай
сен